Құрметті алматылықтар, қазір Алматы қаласындағы мынау аты жаман індетке байланысты жағдай өте күрделі болып отыр. Сол күрделі жағдайды 17 күн ауруханада, мобиль центр деген ауруханада жатып, өз көзімен көріп, бастан кешкен адам ретінде пікір айтқымыз келіп отыр. Мынау сол аурухана кереуетінде жатып, біз 17 күн бойы бір нәрсе ғана тіледік. Ол осы біздің басымыздан кешіп жатқан ахуалды адам басына бермегей деп тіледік. Және ең алдыменен жақындарымызға, балаларымызға, немерелерімізге осы нәрсені көрсетпегей деп тіледік бір Алладан. Неге оны айтып отырмыз? Өйткені Алматы қаласында бұл індетті жұқтыру деңгейі қазір өте жоғары. Сондықтан да алматылықтардың той, бас қосу, жаназа, содан кейін әсіресе жастардың бас қосуы тоқтамай тұр, шынын айту керек. Оны өз көзімізбен көрдік, ол трагедияның шет жағасын көзбенен көріп отырмыз. Неге осындай жағдайда маска киіп жүру, адам көп жиналған жерге бармау, бара қалса арақашықтықты сақтау, яғни карантин тәртібін сақтау бәрімізге міндет дегіміз келеді. Оны сақтамау тек қана қасіретке алып келетінін көзбен көріп отырмыз. Аман болайық ағайын.